Бәріңе сәлем. Мен бүгін сіздерге 2013 жылы шыққан «Выпускник» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Кто такой Северная гора? Ничего я не знаю. 2009 жылы Сеул қаласы солтүстік Корея шпионы Леон Хо кішігірім дәмханада ішімдік ішіп отыр. Бұл дәмхананың иесі Хван Чон Сук та солтүстік Корея үкіметіне жұмыс жасайды. Леон Хо үлкен миссияны атқарып үйіне қайтып бара жатыр. Кенеттен оны полициялар қоршауға алып, шпионды өздерінің адамдары сатып берді деп айқайлап жатыр. Йонхо кеудесінен қару алып жатқандай кейіп танытады. Сонда снайпер оны атып тастайды. Ал шпионның ізінен қалған Мёнхун мен Хё Ин деген балаларын халық жауы деп солтүстік Кореяның түрмесіне жапты. Полковник Мун Сан Чхоль Мёнхунға бізге жасырын агент болып жұмыс істесеңдер, қарындасың екеуің бостандыққа шыға аласыңдар деп айтады. 2 жылдан кейін солтүстік Кореяның 33-ші бөліміндегі үлкен аю деген агент 8-ші бөлімдегі басқа агенттердің барлығының көзін құртты. 19 жастағы Менху Канде Хо есімімен оңтүстік Кореяға кіріп кетті. Ол өзін сұрыптаушымын деп таныстырып, билікке менің отбасымдағылардың барлығы қайтыс болды деп өтірік айтады. Осыдан кейін жігітті солтүстік Кореяның шпиондары өздеріне бала қылып асырап алады. Бірақ та Дехо өзін асырап алған ата-анасына 8-ші бөлімнің жасырын агент екенін мойындайды. Сонда әкесі жігітке біздің шаруаларымызға мүлдем араласпа деп ескертті. Дехо үйге жақын орналасқан мектепке бітіруші сыныпқа орналасты. Жігіт сыныпқа келіп өзін таныстырды және үндемейтін Ле Хе Ин деген қыздың қасына келіп отырады. Бір қызығы, бұл қыздың есімі өзінің қарындасының атына қатты ұқсайды. Үзіліс кезінде жігітке бұзақылар келіп қорқытпақшы болды. Бірақ та жігіт бұларға пысқырып та қарамады. А ты как думаешь? Осыдан кейін бұзақылар жігітті мектептің шатырына шығарып, оны ұрып, ақшаларын тартып алды. Дехо өзінің кім екенін білдіріп алмау үшін осындай қорлыққа шыдауға мәжбүр. Алайда оның отбасының суретін алып мазақ қылғанда, жігіт бұзақыларға қарап, бұл жерден құрып кетіңдер дейді. Бақытына орай дәл осы кезде мұғалім келіп, балалардың барлығын қуып жіберді. Дәл осы кезде үлкен аю 8-ші бөлімнің агенттерін бірінен соң бірін әлі де өлтіруде. Жігіт үйіне келгенде ішінде телефоны бар қорапты көрді. Кейін осы телефонға полковник хабарласып, үлкен аюды өлтір деп бұйырады. Сөйтіп жігіт кондитерлік дүкеннен торт алып, ішінен пистолетін алады. Сөйтіп жігіт спортзалға келді. Сөйтсе, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 35-ші бөлімінің агенті екен. Дехо еркекті аямастан ұрып соғып, үлкен аюдың қайда екенін маған айт деп талап етеді. Алайда жаттықтырушы жігітке қарсы тұрғанда, жігіт оны өлтіріп тастады. Осыдан кейін Дехо мектепке оралады. Ал сыныпта Хэ Инді барлығы мазақ қылып, оған қоқыс лақтырып отыр. Сонда жігіт түк үндеместен қыздың жанына келіп қоқыстарды жинауға көмектеседі. Музыка кабинетінде Дехо бұрын қарындасымен бірге фортепианода ойнаған есіне алды. Сәлден кейін кабинетке Хэ Ин келіп, би билеуді үйреніп жатыр. Ал басқа сыныптастар келгенде қызды мазақ етіп оған күліп жатады. Дехо бұны сыртынан тыңдап тұрса да, ештеңе жасай алмады. Жігіт 35-ші бөлімнің келесі агентін өлтіруге шықты. Келесі агент ет сатушы болып жұмыс жасайды. Бұл агентке жігіт келіп тапанша тақағанда, үлкен аюдың нөмірлік белгісін жазып береді. Бірақ та күтпеген жерден бұл агент Дехоға шабуыл жасайды. Сонда жігіт бұл агентті де өлтіріп тастады. Жігіт үлкен аюдың машинасын көрді және оны күтіп, ізінен мотоциклмен аңдыды. Және жолда келе жатқанда Дехо көліктің дөңгелегінен атты. Айналада адамдар өте көп. Сол үшін жігіт ештеңе істемей жай ғана қайтып кетті. Ал келесі күні жігіт бұзақылардың Хэ Инді химия кабинетінің лабораториясына алып бара жатқанын көрді. Бұзақылар қыздың киімін жыртып, оның барлық ақшасын тартып алды. Сонда кабинетке Дехо кірді және барлық бұзақыларды аямастан ұрып тастады және өзінің киімін қызға кигізеді. Ал келесі күні қыз неге екені белгісіз мектепке келмеді. Осыдан кейін жігіт асханаға барып, басқа бұзақылардан Хэ Иннің қайда жұмыс жасайтынын біліп алды. Алайда айтылған жерге барғанда, Хэ Иннің жұмыстан өз еркімен шығып кеткенін айтты. Сөйтіп сыртқа шыққанда жігіт ақыры қызды кезіктірді. Сонда Хэ Ин жігітке өзінің киімін қайтарып береді. Хэ Ин шашын қиып бояп алған екен. Осыдан кейін қыз жаңа жұмысқа тұру үшін Дехоға менің ағам сияқты болып киіп танытшы дейді. Жігіт те қуана-қуана келісті. Сонда қыз, менің ата-анам қайтыс болған, енді мен өзімді асырау үшін жұмыс жасауым керек дейді. Жігіттің де жағдайы дәл осындай екенін білеміз. Сол үшін де жігіт сыныптасының жағдайын жақсы түсініп тұр. Осылайша екеуі күні бойы уақыттарын әңгіме айтумен өткізді. Бұл уақытта үлкен аю Дехо туралы мәліметтер алған және оның үйіне келіп асырап алған әке-шешесін өлтіріп тастайды.
және үйдің ішіндегі сейфтан үлкен суммадағы ақшаны алып басқа бір агентке беріп жібереді. Көп ұзамай мотоциклмен үйіне Дехо келді. Ол үйіне кіре бергенде өліп жатқан әкесін көреді және үйдің ішінде өзіне сенімді үлкен аю Дехоны күтіп отыр. Сонда еркек боқмұрын баланы оңай жеңемін деп ойлап оған шабуыл жасайды. Алайда екеуінің де күші бірдей екені белгілі болды. Екеуі де бір-біріне соққы алмасып ұзақ төбелесті. Сонда үлкен аю қолына пышақ алды, ал Дехо болса оның пышағын тартып алып, өзінің қаруын өзіне қайта-қайта тықты. Осылайша Дехо үлкен аюды өлтіріп тастады. Ал осыдан кейін жігіт газды ашып, ешқандай із қалмау үшін үйді солаймен өртеп жіберді. Дехо тапсырманы орындап болған соң үйіне қайтқысы келді. Сөйтіп, фильмнің басында көрсетілген асханаға барғанда, Дехо төбелестен алған жарақатының әсерінен жерге талып құлады. Келесі күні оңтүстік Кореяның арнайы агенті Ча Чон Мин өзінің серіктесімен бірге жанып кеткен үйді зерттеуде. Олар жанып кеткен Дехоның киімінен мектеп формасының белгісін көріп қалады. Және зерттеудің нәтижесінде агенттер Дехоның отбасы $30 миллион солтүстік Кореяға алып кетпекші болғанын білді. Және онымен қоса 8-ші бөлім мен 35-ші бөлімнің жауласып жүргенін және Дехоның шын мәнінде кім екенін барлығын анықтады. Чон Сук жігіттің аяққа тұруына көмектесті. Ал жігіт әйелге өзінің отбасының суретін көрсеткенде, әйел әкесін бірден таныды. Дехоға тағы да қорап ішіндегі телефон келді. Сонда телефон арқылы полковник жігітке саған ең соңғы тапсырманы беремін дейді. Өзін асырап алған ата-анасының сейфіндегі жоғалған ақшалардың барлығын қайтаруы керек. Және тапсырманы орындаса, қарындасын түрмеден шығаратынына уәдесін береді. Және жігіттің ақшамен бірге қашып кетпеу үшін оның қарындасын видеоға түсіріп жігітке жібереді. Осыдан кейін Дехоға ұрланған бриллианттарды қай жерде сататыны туралы мекен-жайды айтты. Осылайша жігіт тасталған ғимаратқа келіп, қарсыластардың барлығын бірінен соң бірін атты. Сөйтіп жігіт бриллианттар орналасқан чемоданды алып кетті. Кейін базарға барып, Чон Сукқа арнап сыйлық сатып алады. Және сыйлығын табыстап отырып, өзіне көмектескен үшін алғысын айтты. Ал кешкісін Хэ Инға келді және бұл қызды енді қайтып көрмейтінін біледі. Осыдан кейін Дехо өзін үйіне алып баратын қайыққа отырған кезде қасындағы жолсерік күтпеген жерден жігітке пышақ сұғып алды. Және бұл еркек жігітке қарап тұрып, солтүстік Кореяның бірде-бір агенті еліне тірі оралмайды дейді. Сонда Дехо бар күшін жинап, бұл еркекті де өлтіріп тастады. Осы уақытта оңтүстік Кореяның арнайы жасақтары 8-ші бөлімшенің барлық агенттерін қолға түсірді. Дехо асханаға қайтып келді және бұл жерде полицейлердің өздеріне қарай пышақпен келе жатқан Чон Сукты атып тастағанын көреді. Басқа амалы болмаған жігіт қансыраған күйі Хэ Иннің үйіне келді. Сонда қыз жігітті үйіне кіргізіп, оның жарасын танып берді. Ал теледидарды қосқан кезде Дехоны солтүстік Кореяның ең қауіпті қылмыскері деп іздеу салып жатқанын көреді. Осыдан кейін жігіт есіне жия сала, қызға кесірім тиіп кетпесін деп үйден кеткісі келді. Бірақ та қыз, сен маған көп көмектестің, үйде қал дейді. Ертесіне қыз дүкенге келгенде алдынан Чонмен шығып, Дон Хёнды көрдің бе деп сұрайды. Себебі басқа сыныптастары бұл кісіге жігіт пен қыздың жақын араласып жүргенін айтқан болатын. Сонда қыз Дон Хёнды көрмегеніме көп болды деп өтірік айтты. Ал Чонмен, егерде жігітті көрген болсаң, маған дереу хабарлас деп айтады. Полковник Мун оңтүстік Кореяға Дон Хёнды өлтіріп, қазынаны алып кету үшін жігіттің қарындасын ертіп келді. Осыдан кейін полковник жігітке хабарласып, бриллианттарды сенің қарындасыңа ауыстырайық дейді. Ал бұл әңгіменің барлығын Хэ Ин есіктің артында тыңдап тұрған болатын. Сонда жігіт кетпес бұрын қызға, егер мен өліп кететін болсам, қарындасыма қарап қой деп хат қалдырып кеткен. Хэ Ин досы үшін қатты алаңдады. Сол үшін де Чон Минға хабарласып, барлық шындықты айтып берді. Дехо полковникпен ашық жерде тұрған автотұрақта кездесті. Ал қарындасы болса жақын жердегі көлікте қолы кісендеулі отыр. Жігіт бриллианттары бар пакетті қолына алды. Ал қапталында жігітті басқа шпион көздеп тұр. Бірақ та бұл шпионды оңтүстік Кореялық агент өлтіріп тастады. Арада қарулы қақтығыс басталды. Шпион жігіттің қарындасын өзімен бірге алып кеткісі келді. Бірақ та көліктің алдынан арнайы жасақ шығып, жолды қоршауға алды. Полиция қызды қолға түсірді. Бірақ та ағасы және полковник екеуі де қашып кетті. Осы кезде басқа бір шпион Хэ Инді сұрақ жауапқа алып бара жатқан агентті өлтіріп, қызды өзімен бірге әкетті. Түнделетіп полковник Дехоға тағы да хабарласты. Және бриллиантты маған бермесең, досыңды өлтіремін деп қорқытады. Осыдан кейін жігіт Чонминға хабарласып, мен бір шаруаны тындырғаннан кейін билікке өз еркімен берілемін деп айтады. Және өзінің көптен бері сөйлеспеген қарындасымен сөйлесті. Жігіт телефонды ұстап отырып, қарындасын енді қайтып көрмеуі мүмкін деп жылап та жіберді. Сөйтіп жігіт полковникпен кездесетін орынға келіп, бұл жердің мекен-жайын Чонминға айтып берді.
Ішке кірген Дехо құрбысының аман екеніне көзін жеткізіп, қолындағы бриллианттарын аспанға шашып, шпиондардың барлығын бірінен соң бірін өлтіре бастады. Алайда жігіттің өзі де иығы мен қабыртқасынан жарақат алып қалды. Қыз бен жігітті жауларының барлығы қоршауға алғанда, Дехо қолдан жасалған жарылғыш затты газ баллонға лақтырып, үлкен жарылыс ұйымдастырды. Осылайша екеуі қаша бергенде, жаралы шпионның біреуі жігітті ұстап алып, оны қылқындыра бастады. Ал далаға қашып шыққан қыз өздеріне келген Чонменді көрді. Полковник болса орнынан тұрып Дехоны ата бастады. Бірақ та жігіт жаудың денесімен өзін қорғап аман қалды. Сөйтіп жігіт те орнынан тұрып полковникті атты. Бірақ та есесіне өзінің ішінен тағы да жарақат алды. Осыдан кейін Чонмен жігітті өзінің көлігіне отырғызды. Бірақ та дәл осы көліктің ішінде сыныптасының қолында тұрып қайтыс болды. Хэ-ин жігіттің өтінішін орындаймын деп шешті. Сөйтіп агенттердің сұрақ жауабынан кейін жігіттің қарындасын өзімен бірге ерітіп, саябақта қыдырып жүріп, Дехоны бірге еске алады. Достар, бейне ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып кетейікші. Ал келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған әдеттегідей қысқаша кино.